Сәлем, құрметті ішкі әлемін жөндеуден өткізіп, өмірінің өзгерістеріне жол салған құрметті менің досым. Дәл бұл видеосабақты мен сіздерге бонус ретінде ұсынып отырмын. Бұл видеосабақта ең құнды, ең жаңа, ең әсерлі миды программалауға арналған 3 нақты техника бар. Осыны бірге бір жасасаңыздар, сіздердің өмірлеріңіз өзгермей қоймайды. Ал мен өзім таныстыратын болсам, мен Айнара Байжан, нейрокоуч, психологпын, кванттық физиканы зерттеушімін. Осы күнге дейін менің алдымнан 6000 адам сабақ алып, өмірлерінің сапасын жақсы жаққа өзгертті. Дәл қазір осы жерде сізге запросыңызды нақтылап алу керек. Біз қандай да бір техниканы жасайтын кезде міндетті түрде запросты анықтауымыз керек. Дәл қазір неше килограмм салмаққа арықтағыңыз келеді? Қанша уақытта қанша қарыз кредиттен құтылғыңыз келеді? Қанша уақытта қандай үй, қандай көлік алғыңыз келеді? Немесе өзіңіздің қандай да бір мақсатыңыз болса, дәл осы жерде нақтылап соны запросқа айналдыруыңызды сұраймын. Егер де ойыңызда анықтық жоқ болса, видеоны осы жерден тоқтатып, қағазға жазып немесе телефонның заметкесіне жазып алыңыз. Біздің мақсатымыз анық болған кезде бізге жол анық көрінеді. Сондықтан кез келген техниканың алдында, кез келген медитативті терапияның алдында міндетті түрде запрос нақтылаңыз. Енді техникаға көшейік. Осы техниканы бірге бір жасасаңыздар, сіздің өміріңізде өзгеріс жолында бірнеше қадам алға жылжисыз. Мен бұл ретте нейропластичность деген ғылым бар, сол туралы айтпай қоймаймын. Нейропластика дегеніміз миды қайта құру, мидағы нейрондарды қайта құрылуын, нейронды байланыстардың қайта байланыстарын түзуін жасайтын ғылым. Бұл қабілет барлық адамда бар. Ол Айнара Байжанда бар, ондай қабілет менде жоқ деген ойдан алшақ болыңыз. Менің миымның қабілеті тура сіздікіндей. Бірақ мен осындай техникаларды көп жасаудың арқасында нәтижеге тезірек жетем, мақсат қойсам, мақсатым тез орындалады. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді, өйткені Алла тағала ешкімді бөліп жармай, маған берген миды сіздерге де берген, маған берген нейропластичность деген қабілетті, яғни мидың икемділігін сіздерге де берген. Енді нейрондар деп айтып жатырмын ғой, нейрондар дегеніміз, нейрондар не үшін түзіледі? Біз сіз осы уақытқа дейін 1045 курстан естіген шығарсыз. Установкаңды өзгерт, убеждениеңді өзгерт, программаңды өзгерт деген, сол программа, установка, убеждениелер нейронды байланыс арқылы мидың ішінде қалыптасады. Ми өзгерсе өмір өзгереді деген тұжырымды сіз толық түсіндіңіз. Енді ми өзгеру үшін осы нейронды байланыстар өзгеру керек. Нейронды байланыстар өзгерген кезде біздің программаларымыз қайта құрылады. Программалар қайта құрылғаннан кейін өмір өзгере бастайды. Сіздің өміріңізге біркелкі жағдайлар келе беретін болса, енді басқа жағдайлар келе бастайды. Не себепті адамның өміріне біркелкі жағдайлар келе береді? Өйткені ол күн сайын бір ойды ойлайды, күн сайын нейронды байланыстар бір ғана жолмен түзіледі. Күнде сол программа, күнде сол установка, сол убеждение барлығы миға тоқылып қалғаннан кейін, ми соған сәйкес жағдайларды өмірге шақырып отырады. Сіз ойлайтын шығарсыз, өмірдегі барлық жағдайларды Алла тағала беріп отыр. Бірақ Алла тағала бізді аса үлкен махаббатпен жаратқаннан кейін, ол Айнарада болсыншы, бірақ мына Айгерімде болмай қойсыншы демейді. Бәрімізге болсыншы дейді, бәрімізге ризықты бірдей береді. Бірақ бізге таңдау береді. Таңдау осы мидағы программа арқылы жүзеге асады. Не үшін мен миды өзгерт, миың қаша болмасын, миың когерентті, бірізді болсын деп қайталаймын. Өйткені ми бірізді болған кезде, ми когерентті болған кезде, мида реттілік болған кезде, мидағы нейронды байланыстар жаңадан құрылып, жаңадан түзеліп отырғаннан кейін, бізде өміріміздегі жағдайларды соған сәйкес өзгеріп отыра алады. Енді кеттік. Ең бірінші не істейміз? Ең бірінші запросты айтыңыз, запросты жазып алдыңыз. Енді запросыңызға байланысты ішкі сенімдерді анықтаңыз. Ішкі сенімдерді анықтау үшін сіз өзіңіздің запросыңыз туралы ойлағанда сізге қандай сезімдер келеді, соның барлығын қағазға түсіру керек. Қыздар, қағазға түспесе, мидың ішінде ештеңе қалмайды. Ми күніне адамның миы 70 000 түрлі ойды ойлайды, оның 80% негативті ой, 90% кешегі ой. Сондықтан ештеңе өзінен өзі ешқандай техника қағазға түспесе,
орындалмайды. Сондықтан ерінбей қағазға жазу керек. Не себепті техникалар қағазға жазған кезде тез орындалады? Өйткені біздің тәніміз, тек миымыз емес, мимен қоса мына тәніміз, мына қол бар емес пе, сіз ручкамен жазасыз, қол жүрекпен тығыз байланысты, қол жүрекке жақын. Сол кезде сіздің сезімдеріңіз қоса жұмыс істейді. Ал сезімдер қоса жұмыс істеген кезде, мына ми мен сезім қоса жұмыс істеген кезде, Джо Диспенза айтатын, мидан электр әлеует бар, ал біздің сезімдерімізде, жүрегімізде магниттік сигнал бар. Осы екеуі қосылған кезде электромагнитті поле өріс құрылады. Яғни біз жазумен жазған кезде электромагниттік өріс көбірек жұмыс жасайды. Бұл физика. Ал енді нейропластика тұрғысына айтатын болсам, біздің миымыз көзге көрінген, көз мидың бір бөлігі. Осы көзбен көрінген нәрсе біздің миымызға тезірек әсер етеді. Құр ойлап, құр визуализация жасаудың керегі жоқ. Осындай сезім тудыратын, миға көрсететін, түпсанаға көрсететін техникалар жасауымыз керек. Біздің түпсанамыз екі нәрсені түсінеді. Біріншісі образ, екіншісі сезім. Яғни біз жазған кезде образды түпсанаға көрсете аламыз. Және де сезімді түпсанаға білдіре аламыз. Осы екеуін түсінген кезде бейсана барлық техника күшті жұмыс істейді. Енді қараңыз, сіз запросыңызды анықтадыңыз. Мысалы, мен арықтағым келеді осынша килограммға. Енді осыған сәйкес сізде қандай сезімдер туды? Ойланбай, логикаға салмай, кішкене мына 30 сантиметр төмен түсіп, мидан жүрекке түсіп, логикадан ішке өтіп, не сезім келеді, соның бәрін жазу. Мысалы, мен өзімнің толықтығымды қабылдай алмаймын, толықтығымна ұяламын, толық болғасын мен көп киім ала алмай жүр, маған ештеңе жараспайды, мен ұяламын, мен өзімнен ұяламын, мен өзімді қабылдай алмаймын, мен өзімді сүймеймін. Қандай сезім бар? Сезім. Соның бәрін жазасыз. Тоқтамай жаза беріңіз. Біздің қателігіміз жазбаймыз. Сіз жазыңызшы, сол кезде сіз уже миыңыздың бірінші босағанын көресіз, жеңілдік сезім көресіз, сол кезде алдыға қадам басасыз. Енді жазып болғаннан кейін мойындау керек. Сезімді мойындау. Екінші этап сезімді мойындау. Сіздің сезімдеріңіздің барлығы қағазға түсті. Енді сол сезімдерді мойындайсыз. Бұл мен емес, менің программам. Яғни сіздің миыңызға жазылып қалған программа. Бұл ескі нейронды байланыс. Бұл ескі программа, бұл ескі установка. Бұл маған сырттан келген программа. Мен осы жерде тоқтатамын деп өзіңізге айтыңыз. Яғни сіздің толықтығыңыз, сіздің өзіңізді қабылдауыңыз сіз емес. Сіздің сырттан келген, сырттан жазылған программа. Адам айнаға қараған кезде өзін көреді. Сол сияқты адам өзінің сұлу екен, сұлу емес екен, қандай екендігін ең бірінші сырттағы адамдардан, айналасынан естиді. Біз өзіміз жайлы пікірді, өзіміз жайлы, өзімізге қатысты сыни пікірді көбінесе айналамыздан, қоғамнан, әке-шешемізден естиміз. Енді көбіміз түрін қабылдай алмайтын, сұлулығын әлі мойындамайтын қыздардың көпшілігі кішкентай кездерінде сен сұлусың деген әңгімеден көрі пұшықсың, көзің сықи, сап-сары деп еркелеткенді, солай жақсы көргенді көрді. Олар алға адам өзі туралы пікірді айналасынан қалыптастырады дедім. Ол нейронды байланыс. Нейронды байланыс бала кезден бастап орнайды. Сол бала кезден орнап қалған нейронды байланыстарымыз бізге өзіміз туралы. Сен пұшықсың, маған мысалы сен қап-қарасың, аяғың маймағым деп келеткеннен кейін біз өзіміз туралы сондай пікір қалыптастырдық. Сондықтан да бұл менің программам емес. Бұл ескі программа. Мен осы жерден осы программаны тоқтатам деп жазыңыз. Айтпаңыз, айтыңыз, еще жазыңыз. Жазған кезде қайталап айтам, біздің бейсана образды көреді. Бейсана көбірек сезінеді. Өйткені тән қосылып тұр. Эмоция, сезім, жүректің тілі, ол тәннен шығады. Ал ой, ол мидың тілі. Ол мына жақтан шығады. Бұл екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Ми өздігінен өзі жұмыс істей алмайды. Сезім өзінен өзі жұмыс істей алмайды. Бұл екеуі бірдей ұштасу керек. Бірдей ұштасқанда, менің айтатын сөзім бар, бірдей ымырласқан кезде нәтиже көбірек болады. Ал бізге бірдей ымырластыру үшін бізге керегі жазу техникалар, одан кейін медитация. Енді осы жерден тоқтатамын деп жаздыңыз. Осы кезде сіздің фокусыңыз бен санаңыздың күші арқылы ескі нейрон біртіндеп әлсірейді. Қайталап айтам, сіздің жазған кезде фокусыңыз, назарыңыз және санаңыздың күші ескі нейронды байланысты әлсіретеді екен. Енді жаңа нейронды байланыс орнату керек. Ескі нейронды программа жоғалды, азайды. Әлсіреді, енді жаңа нейронды байланыс керек. Шыққан программаға керісінше сіз қалайтын установканы жазыңыз. Мысалы,
мен өзімнің салмағымды, өзімнің түрімді қабылдағаным үшін мен өмірден ләззат алып жүрмін. Басты ереже, жаңа программа, жаңа нейронды байланыс орнататын программа құр сөзбен жазылмайды, міндетті түрде сезіммен жазылады. Мысалы, ақша маған оңай келген сайын мен өзімді еркін сезінемін. Мен үй алғалы өзімді жайлы сезінемін. Мен 53 килограмм салмақта өзімді бақытты сезінемін. Осындай сезім міндетті түрде қосылу керек. Енді осы жаңа программаны 67 күн бойы жазу керек. 67 күн бойы. Уже 4-ші күні сіз сезіммен жазасыз, кәдімгі жүрекпен. Бастапқы 2-3 күнде сіз құр босқа менің айтқандай қылып жаза саласыз, сезім келмейді. 4-ші күннен бастап сезім келеді. Уже әрі қарай эмоция күшейген сайын, эмоция сізден көбірек шыққан сайын өміріңізде нағыз чудолар басталады. Сіздің шаруаңыз осы эмоцияны, сезімді шығару. Ол үшін 67 күн жазу керек. Жазғаннан кейін ойша 5 минут сезіммен визуализация жасау керек. Сол кезде ми оны сіздің жазғаныңызды нақты оқиға деп қабылдайды. Негізі біздің түп санамыз дәл қазір болып жатыр ма, кинода болып жатыр ма, өткен өмір ма, ештеңкені ажырата алмайды. Ол сіз қандай белгі бересіз, қандай образ бересіз, қандай сезім бересіз, соған сәйкес ол дәл қазір болып жатыр. Дәл қазіргі нақты оқиға деп қабылдайды екен. Ал егер сол нәрсені сіз күнде қайталасаңыз, ол уже миға жаңа нейронды байланыс қылып бекітеді. Осылай 2 ай қайталаған кезде тұрақты нейронды байланыс түзіледі. И сіздің өміріңіздегі сыртқы жағдай өзгереді. Диетасыз арықтайсыз, кофе ішпей, арықтататын кофе ішпей арықтайсыз. Керек ақша келе қалады. Бұл менің тәжірибемнен өткен ең мощный техника, сіздерге бонус ретінде ұсынып отырмын. Енді екінші техника. Қысқа нұсқа айтайын, бірінші техниканы кішкене ұзартып жібердім. Екінші практика, ештеңкені қиындатпай жасай береміз. Жатар алдында немесе таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін біздің миымыз әлі баяу толқында, яғни альфа толқында болады. Осы кезде тыныс алуды жасаймыз, тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Сәл қиындау болады, ми қатты ерінеді. Әсіресе ұйқыға кетіп бара жатқанда, ұйқыдан оянған кезде ми қатты ерінеді. Осы кезде бізге мынадай тыныс алу жаттығуын жасау керек. 3 рет тезірек демді аламыз да, баяу шығарамыз. Міне былай. Мұрынмен тыныс алдық, резко 3 рет, и ауызбен баяу шығарамыз. Мен қайталап көрсетемін. Осылай 1-2 рет жасағаннан кейін біздің миымыз автоматты түрде альфа толқыннан тета толқынға ауысады екен. Бұл мидың ең керемет күйі. Тета толқын деген мидың ең күшті күйі. Бұл кезде логика өшеді. Ми жаңағыдай бастапқы кезде, жаңадан жасаған кезде миымыз логика өшті ма, өшпеді ма, тета күйге түстім ба, түспедім ба деп анализ жасайды. Это нормально. Бірақ сіз күн сайын жасағаннан кейін, бұны өмірлік әдетіңізге айналдырғаннан кейін, кез келген запросыңызды өзіңіздің миыңыздың күші арқылы осылай орындауға болады. Енді осы кезде тән сізден ақылды. Тән осы кезде балбырап, тән бос тұрады ғой, ал мида логика өшеді. Адам ұйқылы ояулы керемет күйде. Мидың толқыны осы кезде жаңа программаны жазуға қатты бейім болады. Осы кезде визуализация жасап, денемен сезімдерді сезу керек. Сізге не керек? Мен бүгін қарызымды оңай жаптым. Құдай маған өзі көмектесті. Мен арықтадым осы 1-2 айдың ішінде. Қандай запросыңыз бар, соны осы кезде айтып, және сол уже орындалған сияқты сезімді тәнге беру керек. Осы кезде миға программа жазылады. Джо Диспенза айтпақшы, эмоция болған кезде, тета толқын кезінде магнетизм адамда қатты жұмыс істейді. Яғни адамның магнитті күйі, не қалайды соны өмірге тарта алатын күйі дәл осы тета толқында болады. Мен сізге бір техника айттым, тета толқынға өтетінді. Ерінбеңіздер, жасаңыздар, нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал енді тағы 3-ші техника, мидың нейрохимиясына әсер ететін. Ол бірінші сөз. Бұл техника сөзге байланысты. Күн сайын ауыздан шығатын сөзіңізді бақылаңыз. Мен соңғы аптада мына сөзді өте көп айтыппын. Мен жақсы мобилографқа жарымадым. Яғни осылай айта отырып, мен өзімнің сөздеріме анализ жасадым. Ең көп айтқан сөзім, жазған сөзім WhatsApp чаттарда осы сөз екен. Мен не сөз айтып жүрмін? Жарымадым деп айтып жүр екем. Осындай сөздер біздегі кортизол, стресс гормонын күшейтеді. Кортизол көбейді деген сөз, бізде энергия жоқ деген сөз. Энергия жоқ кезде ескі программада қаламыз. Энергия жоқ болса, біздің нейрондарымыз, ескі нейрондарымыз, ана бала күнде сен маймақсың, сен қап-қарасың деген нейрондар кәдімгідей қозғалмастан жатып алады. Жаңа нейрондар кірмейді кортизол болған кезде. Ал кортизолға ең бірінші әсер ететін бірінші сөз екен. Ойлаңызшы, сіз қандай сөзді көп айтасыз? Өмір сүру қиын болып кетті,
ақша жетпейді, кредитсіз өмір сүру мүмкін емес, қазір бәрі табысты, мен ғана табыс. Осындай сөздерді көп айтатын болсаңыз, сіздің кортизол гормоныңыз өсіп кетті. Екінші кортизолды өсіретін, стресс гормонын өсіретін, ол ұйқы режимінің бұзылуы. Яғни түнімен ұйықтамай, таңертең ояна алмай жүрсеңіз, сізде демек кортизол гормонының өсіп кеткендігі. Кортизол гормонын төмендетудің ең бірінші жолы сөзді фильтрден өткізу керек. Әр сөз біздің ойымыз. Біздің ойымыз жаңа айтқандай көбісі негативті. Сол негативті сөздер ауыздан шығып біздің гормонымызды, негативті ойлар ауыздан шығып біздің гормондарымызға әсер етпес үшін ойланып сөйлеңіз, фильтрлеңіз, неғұрлым көбірек жақсы сөз айтыңыз. Осы менің беретін 3 техникам. Бонус сабақтың соңында мен сіздерге бір ұсыныс айтқым келіп тұр. Егер сіз депрессияда, стрессте жүрген болсаңыз, ақшаңыз үнемі жетпей жатса, қай жерде мен қателік жасадым деп ойлап жүрсеңіз, энергияңыз төмен болып, өмірге деген құлшынысыңыз артпай жүрсе, артық салмақтан құтыла алмай жүрсеңіз, өміріңізде қандай да бір аурулар келіп сізді қинап жатса, мен сізге бір құралды ұсынғым келеді. Ол құрал 30 күндік формула деп аталатын курсым. Менің авторлық жобам. Бұл курс 8 модульден тұрады. Бұл курсты уже 350-ге жуық адам алып, біреуі кәсібін ашты, бірі сыртқы келбетін өзгертті, бірі шетелге көшіп кетті. Осындай өмірінде күтпеген керемет жағдайларға тап болып жатыр. Қарыздарын азайтты, кредиттен досрочно жауып құтылды. Осындай нәтижелі теориясы да бар, практикасы да бар. Өте қымбат білім қазіргі уақытта, жаңа заманның білімі топтастырылған, энергия туралы, карма туралы, матрица туралы сондай керемет білімді алғыларыңыз келсе, мен сіздерге небәрі 1 айлық сабақ 42 000 теңгеге формула курсын ұсынамын. Достар, негізі формула сабағының құны 100 000 теңге. Дәл осы бонус сабақты көріп отырған сіз үшін арнайы баға 42 000 теңге. Бұл формула курсы 1 айлық курс, мықты теориялар бар, практикалар бар, жаңа айттым. Және менімен кері байланыс, Zoom разбор. Сондықтан да орын саны шектеулі болады. Өйткені білесіздер, Zoom разборға бір мезгілде өте көп адамды кіргізе алмаймыз. Және менің де энергиям көп адамға жетпейді. Сондықтан да дәл осы видеоны осы жерін көріп отырсаңыз, формула сабағына келуге асығыңыз. Бұл сабақ жүйелі түрде сіздің өміріңізді бірде-бір жасасаңыз, сіздің өміріңізді, миыңызды, тәніңіздегі эмоцияларыңызды қайта программалап беретін курс. Реальность қашанғы сізді басқарады. Қарыз, кредит, стресс, депрессия, айналадағы адамдардың қарым-қатынасы қашанғы сіздің өміріңізді басқарады. Енді сіз оларды басқаратын, сіз өміріңіздің өзіңіз қожайыны болатын уақыт жетті. Ал бұл жолға сізді түсіретін формула курсы, нақты алгоритм, нақты формула, жүйелі түрде жасалатын практикалар. Сондықтан асығыңыз.